أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мөміндердің анасы Зайнаб Хузайма қызы, Аллах оған разы болсын. Мұқтаждар мен міскіндердің анасы, мейірімділік пен қайырымдылық анасы. Ол Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, үйінде бар жоғы 8 ай тұрып, жарық дүниемен қош айтысқан. Зайнаб Бадр соғысында жекпе-жекте шахид болған Ғубайда ибн Харис әл-Мутталибтің, Аллах оған разы болсын, жесірі еді. Зайнаб күйеуі шахид болған кезде жаралыларға көмек көрсетіп, жарақаттарын таңумен шұғылданып жүрген еді. Күйеуінің қазасы оны өз міндетін орындаудан тоқтатқан жоқ. Ол мүшриктермен арадағы алғашқы соғыста Аллах тағала мұсылмандарға жеңіс бергенше өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарған. Зайнабтың төзімділігін, табандылығын, сабырлылығын көрген пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, күйеуінен айырылған оған сүйеніш таныту мақсатымен өзіне некелеп, оны мөміндердің анасы дәрежесіне көтерген. Толық есімі Зайнаб бинт Хузайма ибн Харис ибн Омар әл-Хилалия. Анасы Хинд бинт Ауф ибн Зубайр ибн Харис әл-Химария. Ол жайлы арабтарда Хинд Ауф қызындай мәртебелі күйеу балаларымен танымал әйел жоқ делінетін. Себебі оның қыздары Абу Бәкір Сыддық, Абдул-Мутталибтің ұлдары Хамза және Аббас сияқты Құрайыштардың беделді де абыройлы адамдарына тұрмысқа шыққан. Сондай-ақ бұл кісі Аллах елшісінің, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, тағы бір әйелі Маймуна Харис қызының, Джафар ибн Абу Толибтің әйелі Әсма Умайс қызының, Хамза ибн Абу Толибтің әйелі Сәлма Умайс қызының шешесі еді. Хинд Хадишадан, Аллах оған разы болсын, кейін исламды қабылдаған екінші әйел. Сондай-ақ тарихта оның Абу Лахабты ұрғаны жайлы дерек бар. Бұл алғашқы Бәдір шайқасында Құрайыштар жеңіліс тапқан кезде орын алған жайт еді. Мұсылмандардың жеңісі жайлы хабар Меккеге жеткенде Абу Лахаб задан булығып, аласұрып кетеді. Оған шыдамаған Хинд Ауф қызы оның басынан таяқпен бір салады. Тиген соққының қаттылығы соншалық төбе құйқасынан саулап қан ағады. Абу Лахаб бұл соққыдан ұзақ уақыт зардап шегіп, ақыры осының салдарынан өледі. Өлер шағында одан әйел, бала шағасының барлығы теріс айналған еді. Аллахтың оған лағнеті болсын. Зайнаб, Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, үйінің босағасын Хафса Омар қызынан кейін аттаған мөміндердің 5-ші анасы еді. Ол өмірімен қош айтысқанда 30-ға да толмаған. Қысқа ғұмырын кедей-кепшікпен, мұқтаждарға қарайласумен өткізген Зайнаб өзін материалдық қажеттіліктер мен дүниелік қызықтардан қашық ұстайтын. Мұқтаждар мен міскіндердің анасы деген атына заты сай, Зайнабтың құштар нәрсесі кедей-кепшікті азғантай болса да бірдеңемен қуанту болатын. Зайнаб көз жұмғанда жаназасын Аллах елшісі, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, шығарып, денесі бақиққа жерленеді. Ол осы қорымда жерленген мөміндердің алғашқы анасы. Аллах оған разы болсын. Сондай-ақ ол пайғамбарымыздың, оған Аллахтың сәлемі салауаты болсын, көзі тірісінде дүние салған екінші әйелі, мөміндердің анасы Зайнаб Хузайма қызын Аллах жарылқасын. Достар, асыл аналар атауымен тыңдарманға жол тартқан видеолардың жалғасын көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сондай-ақ қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Асыл аналар атауымен жарыққа шығатын видеолар жалғасын жіберіп алмай көре алатын боласыз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.